Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мөлдір. Ауа райының салқындауына байланысты тұмаудан және басқа да аурулардың алдын алатын, иммунитетті жақсы көтеретін рецепттардың бірімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет бал, балдың таза болғаны дұрыс, жаңғақ, жер жаңғақ, мейіз, өрік, қара өрік қолдандым. Өзіңіздің қалағаныңызды қолдансаңыз да болады. Миндаль, асқабақтың дәнін де қолдануға болады. Менің дайындаған дәндерім осы болды. Осы дәндердің барлығын блендерға салып, майдалап езілгенше блендерлап шығамыз. Міне осындай болып езілді. Енді өзіңізге ыңғайлы ыдысқа салып, үстіне балды құямыз. Мен бұл жерде кішірек банканы қолдандым. Қасықтың көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Және де бұны таңертең аш қарынға, балаларыңызға, отбасыңызға бір шай қасықтан беріп жүрсеңіз, иммунитет өте жақсы көтеріледі. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Осы рецептпен жақын адамдарыңызбен бөлісе отырыңыздар.